Сәлеметсіздер, сіздермен мен Арука Микс. Менің видеома арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен тіркелушімнен маған келген чемоданды, яғни осындай сөмкені ашатын боламын. Мен сөмкені ашпас бұрын осы видеоның астына лайк басып кетіңіздер, және де менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоға 35 мың лайк жинайық, және де менің арнамда 270 мың тіркелуші жинайық. Сол кезде осындай чемодан тематикасындағы видеоның тағы да бір бөлімі шығады. Ал ендеше сөмкемізді ашып бастайық. Мәссаған достар, бұл жақта ең алдымен қағаз, содан соң көптеген тәтті. Ал енді бірінші, сен ең керемет блогерсің, Арука Микс. Сәлем Аружан, мен сенің тіркелушіңмін. Есімім Шахризада. Мен саған таудай талаппен қажымас қайрат тілеймін. Сен ең күшті блогерсің. Алдағы уақытта сенің бүкіл әлемге танымал болатынына сенемін. Мен саған өте көп тіркелуші тілеймін. Сәттілік әрдайым жолдасың болсын. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Сау бол. Достар, өте керемет. Қараңыздар. Міне достар, жалпы осындай хат. Мына жағында хат жазылып тұр, ал мына жағында жүрекше, және де сен ең керемет блогерсің, Арука Микс деп жазылып тұр. Бұл жақта Арука Микс деп жазылып тұр, және де ең әдемі, ең сыпайы, ең мейірімді, ең көрікті, ең керемет, ең күшті, ең ақылды, танымал блогер Шахризада, саған көп рахмет. Арука Микс менің сүйікті блогерім деп тұр. Сенің арнаңда 10 миллион тіркелуші болғанын қалаймын. Шахризада, саған көп рахмет. Енді бұл хаттарды өзімде сақтайтын боламын. Міне достар, енді өздеріңіз көріп тұрсыздар. Көптеген тәттілер. Ал енді ашайық. Вау, достар, ең алдымен Бон Пари. Бон Пари мармелады. Келесі моя семья. Және де бұл алма шырыны. Жалпы сырты өте жағымды, және де былай айтсам антистресс. Жалпы осындай алма шырыны. Міне осы, Шахризада, саған көп рахмет. Достар, келесі осындай зефир, фруни. Достар, бұл жақтан көріп тұрмын, артқы жағынан көріп тұрмын, сары және де қызғылт түсті зефир. Вау, достар, қараңыздар, менде әлі қаншама бар. Вау, достар. Келесі осындай халей. Яғни осындай сэндвич печенье. Жалпы мен халейді өте қатты ұнатамын. Шахризада, саған көп рахмет. Енді осыны шайға тұспаса ретінде жейтін боламын. Достар, бұл Орео. Осындай Орео печеньесі. Шахризада, саған көп рахмет. Не айтарымды білмей тұрмын, тіпті осындай көптеген тәттілеріңе, өзіңнің хатыңа көп рахмет. Мені осы сыйлығыңмен өте қатты қуантып жатырсың. Бұны да шай ішіп отырып жейтін боламын. Келесі зат. Сіздер менің сыйлықтар туралы видеоларымды көп қарайтын болсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, мен кофе типіндегі сондай сусындарды өте қатты жақсы көремін, өте қатты ұнатамын. Яғни мысалы ыстық шоколад, американо, және де кейде кофе ішемін. Сондықтан да бұл сливки кофеге арналған. Достар, бұл өте керемет. Маған өте қатты ұнап тұр. Не айтарымды білмей тұрмын. Маған шын айтам өте қатты ұнады, және де енді мен де бұны кофемен ішетін боламын. Келесі затқа кеттік.
Достар, келесі зат альпенгольд, яғни альпенгольд шоколады. Және де бұл ақ түсті. Шынымды айтамын, мен ақ түстісін, яғни кокоспенен мүлде жеп көрмедім. Бірақ та енді дәмін татып көретін боламын. Шахризада, саған көп рахмет. Шаймен жеймін. Үйдегілерге де, яғни отбасыма да ауыз тигіземін. Келесі пеперо. Яғни осындай шоколадты таяқшалар. Бұны да әрине міндетті түрде жейтін боламын. Мен сіздерге ескертіп қояйын, осы видеодан кейін 2-3 немесе 3-4 күннен кейін осының барлығы бітіп қалады. Себебі мен тәттілерді жегенді өте қатты жақсы көремін. Барлық тәттілер маған ұнап жатыр, пеперо да өте қатты ұнады. Келесі достар вафли. Мне осындай ням-нямка со вкусом сливок. Және де достар, осы тағамдардың ішінен қай тағамдарды жақсы көресіздер, қайсысын жақсы көрмейсіздер, комментарийге жаза отырыңыздар. Қызық болсын, мен сіздердікін оқимын, сіздер бір-бірлеріңіздікін оқисыздар. Вафли үшін көп рахмет. Достар, жаңадан бері айтып жатқан шай. Жаңадан бері айтып жатырмын, тәттілердің барлығын шаймен ішемін деп, осы шаймен ішетін боламын. Осындай восточный массивы. Осындай чай, қара шай екен, яғни черный. Қазіргі берілген тәттілердің барлығын осы шаймен отырып ішетін боламын. Мәсән достар, келесі осындай нектар солнечный. Айтып қояйын, бұл менің жақсы көретін, ең қатты жақсы көретін шырыным. Жоқ достар, бұл ешқандай жарнама емес, мен өзімнің жақсы көретін шырынымды айтып жатырмын. Яғни бұл нектар солнечный өрік, маған өріктің де дәмі өте қатты ұнайды. Шахризада, рахмет. Мәсән достар, келесі активия. Яғни осындай мен дәмін татып көрмеген активия чия. Яғни осындай персик, чия және де гранола дәмінен. Шынымды айтайын, мен чия дегеннің не екенін білмеймін. Сондықтан да оның жеміс, немесе қандай екенін білсеңіздер, комментарийге жазып кетіңіздер. Жоқ достар, мен көрдім. Бұл жақта бір дән. Бірақ та сіздер толығырақ жазып кетіңіздер. Міне осындай маған белгісіз дән, дәнек. Қазір обзорда көресіздер. Достар, активиямен болмапты, тағы да чудо бар екен. Чудо йогурт, персик, абрикос дәмімен. Енді менде активияда, чудо да бар. Екеуін ішетін боламын. Екеуіне де көп рахмет. Достар, және де соңғы екі зат, ол осындай тәттілер. Міне осымен сөмкемізде ештеңе қалмады. Соңғы екі заттың біреуі ол осындай Nestle шоколады. Яғни осындай Nestle Good Mix. Осындай сарғылт қызыл түсті. Және де арахиспен, яғни жаңғақпен. Келесі осындай чупа-чупс Big Bubble. Осындай қызыл түсті құлпынайдың дәмінен сағыз. Бұған да барлық тәттілерге де көп рахмет. Ал енді сөмкені тексеріп көрейік, өзіміздің әдетіміз бойынша ештеңе қалып қалмап па? Жоқ достар, басқа қалталары мүлде жоқ. Және де әрине бізге осындай сөмкеше келді. Яғни бұл да тіркелушімнің маған жасаған сыйлығы. Сондықтан Шахризада, саған үлкен рахмет. Міне достар, менің қолымда жарты тәтті де тұрған жоқ. Тағы да 5-6 қолыма симай қалды. Ал енді мен осыны жейтін боламын, яғни шаймен ішетін боламын. Сондықтан да мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Осы видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар және де арнама тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.